Ассаляму алейкум баршаңызға. Бүгін каркаденің пайдасы мен зияны жайында айтатын боламыз. Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа да ыстық елдерде барлық аурудан құтқаратын панация деп санайды. Ал бізде бірінші ретте оның жағымды дәмі үшін бағалайды. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатындығы бәрі біле бермейді. Ендеше каркаде шайының пайдасы мен зиянды тұстарын ұсынамыз. Каркаденің пайдасы. Каркаде гибискус гүлінен дайындалатын сусын. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл тыныштандырушы, түйілуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамындағы кальций мен фосфор сүйектерді тісті және шашты қатайтуға және темір қаназдықты болдырмауға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты теритіндерге немесе тамақтан уланғандарға ішу ұсынылады. Себебі ол калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаденің құрамында көптеген дәрумендер бар. Ол қан тамырлар қабырғасын қатайтуға ықпал етеді. Авитаминоздан құтылуға көмектеседі. Жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Оның құрамындағы барлық микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға жақсы әсер етеді. Сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге болады. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда одан дайындалған ыстық сусын қысымды көтереді. Суық сусын қысымды төмендететінін ескеріңіз. Тек сау адамдарға ол бейтарап әсер береді. Каркаденің зияны. Каркаденің пайдасы оның зиянды тұсынан басымдырақ, алайда оның да кез келген өнім секілді қарсы көрсетілімі бар. Каркаденің жоғары қышқылдылығы, гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оны несеп тас немесе өт тас ауруы кезінде қолдануға болмайды. Себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылатындықтан, бүйректегі және өт қабындағы ауыртатын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, соның ішінде диатезбен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан дәрігерден кеңес алған жөн. Осылай достар, менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, мен өте қуаныштымын. Видеома лайк басып, каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.